Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Алаш қозғалысының көсемдерінің бірі, көрнекті қоғам қайраткері, жалынды ақын, жазушы Міржақып Дулатовтың 135 жылдық мерейтойына орай Николай Островский атындағы қалалық кітапханасы «Қайсар қаламгер» атты тақырыпта танымдық сағатын назарларыңызға ұсынып отыр. Міржақып Дулатов бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданындағы Қызбел атырабында 1885 жылы 25 қарашада дүниеге келген. Өзі жазған өмірбаянында 1897 жылы мен 2 сыныптық орыс-қазақ училищесіне түстім. Оны бітіргеннен кейін оқытушылар курсында оқып, ауыл мұғалімі деген мамандық алдым. Осымен менің оқу орындарынан білім алуым аяқталды. 1902 жылдан бастап ауылда мұғалімдік қызметімді атқара жүріп, бос уақытымды білімді жетілдіруге жұмсадым деп жазады. Міржақып өз бетінше ізденіп, орыс тілін жетік меңгереді. Мұғалім болған 6 жылдың ішінде оң мен солын танып, ұлт қамы үшін күресуге дайындалады. Ақындық талантын да осы жылдары таныта бастайды. Ахмет Байтұрсынов ұйықтап жатқан елді оятамын деп масасын ұшырса, Міржақып Дулатұлы оян қазақ деп ұран салды. Міржақып Дулатұлы әдебиеттің әр түрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» деген атпен Петербург қаласында жарық көрген өлеңдер жинағы. Ақын өлеңдерінің басты тақырыбы ел тағдыры болды. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» жұртшылық арасында ауыздан ауызға, қолдан қолға тез тарайды. Кітаптың негізгі мазмұны халықты оятуға, әділетсіздікпен күресуге шақырған өлеңдер. Өзінің шығармашылық жолын өлеңнен бастаған Міржақып проза жанрына да қалам сілтейді. 1910 жылы оның осы жанрдағы туындысы Қазан қаласында басылып шыққан «Бақытсыз жамал» романы. Бұл қазақ әдебиетіндегі таза, көркем проза үлгісінде туған тұңғыш роман. Кітап 1914 жылы екінші рет басылды. Міржақып Дулатұлы 1917 жылы құрылған Алашорда үкіметінің белді мүшесі. Алашорда үкіметінің бағдарламасын жасағандардың бірі болғаны тарихи деректерден белгілі. Сондай-ақ 1916 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс ардабын тартып, қырғынға ұшырап, босқынға айналған елге көмектесу мақсатында Семей қаласында қазақ тарихындағы ең алғашқы жанар жәрдем қорын ұйымдастырғандардың бірі. 1921-22 жылғы ашаршылық кезінде алаш зиялылары аштыққа ұшырағанда, жылу жинап беруді қолға алғанда Міржақып Дулатұлы осы іске басшылық жасап, бірнеше айда 15 мың бас ірі қара жиып, ашыққан елге үлестірген. Алаш қайраткері 1928 жылы желтоқсан айында қамауға алынып, 2 жылдан кейін ату жазасына кесілді. Кейін сот үкімі 10 жыл абақты жазасымен ауыстырылады. Беломор Балтық арнасының құрылысы бойында Сосновск станциясындағы жазалау лагерінде жазасын өтеген Міржақып Дулатұлы 1935 жылы осы лагерде ауыр науқастан көз жұмады. Құрметті кітап сүйер қауым, сіздердің назарларыңызға ұлт мақтанышы Міржақып Дулатовтың шығармашылығын таныту мақсатында Алаш мұрасы сериясымен 2013 жылы Алматы мектеп баспасынан жарыққа шыққан көп томдық шығармалар жинағын ұсынамыз. Бұл шығармалар жинақтарында Алаштың асыл азаматының өмірі мен қызметі баяндалады және 1907-17 жылдар аралығында сол кездің мерзімді баспасөзінде жарияланған еңбектері енгізілген. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Сонымен қатар көрмеде баспасөз материалдарына да орын берілген. Аңыз адам журналының 2013 жылғы 3 санынан қоғам қайраткері жайындағы мақалалармен таныса аласыздар. Құрметті оқырмандар, Міржақып Дулатовтың өшпес мұрасы болашақ ұрпақтың игілігіне қызмет етіп, асыл қазына болып қала бермек. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.